Келесі жылдан бастап мынадай банк картасын тек жалақы алу үшін ғана пайдаланасыз. Күмәнді переводтар болса, сіз біреуге аударсаңыз, не сізге біреу аударса, тіпті штраф салыну мүмкін. Әлеуметтік желіде осындай ақпарат желдей есіп жүр. Алайда ақпарат қаншалықты рас? Бірге тексеріп көрейік. 2025 жылдың 12 қарашасында Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігі банк ұйымдарының мемлекеттік кірістер органдарына беретін есебі туралы бұйрығын жариялады. Бұйрық бойынша 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап кез келген банк ұйымдары заңды және жеке тұлғалардың шоттарындағы барлық ақпаратты ұсынуға міндетті болады. Алайда бұйрықта банк картасы тек жалақы үшін қолдану керек дейтін пункт жоқ. Яғни ақпарат манипуляция. Ал ақпарат қайдан шығуы мүмкін? Әділет министрлігінде бұйрық тіркелген соң бірқатар сайт жаңа өзгерістер туралы жаза бастады. Солардың бірі LS сайты бұйрық туралы жазып, сарапшы Дмитрий Казанцевтің пікіріне сүйене отырып, карта тек жеке мақсатта қолдану керек деп мәлімдеме жасайды. Осыдан кейін көптеген сайттар LS сайтына сілтей отырып, жалақы үшін ғана картаны қолданады деп кликбейт тақырып қойып, материалды бұрмалай бастайды. Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің бұйрығы банк картасына түсетін жаппай аударымдарды кәсіпкерлікке күмәнді тұсын анықтауға көмектеседі дейді. Бұйрыққа сай банк ұйымдары мемлекеттік кірістер комитетіне әр 90 сайын есеп беруге міндеттеледі. Оның ішінде есеп шоттар және ондағы ақша қалдықтар туралы мәліметтер, есеп шоттар бойынша ақша қозғалысы, 250 және 270 нысандағы декларация және тағы басқалар кіреді екен. Ал жеке тұлғаларға келетін болсақ, бұйрық бойынша олардың банк шотында 3 айда 100-ден астам аударым түссе, немесе түскен қаржы 1 миллион 20 мың теңгеден асса, салық органдарынан сұрақ туындауы мүмкін. Ал сіз бұл бұйрық туралы не ойлайсыз?